біздің шариғатымызда ихтикар деген нәрсе бар. Яғни осы жерде әңгімеге байланысты. Ихтикар деген нәрсе не нәрсе? Бұл монополия ғой. Мысалы бір затты қолға ұстап тұрып, оның қымбаттағанын күту. Яғни ихтикар деп атайды. Енді шариғаттағы негізгі мағынасы мынау: бір азық-түлік, я болмаса бір затты, я болмаса бір адамдардың пайдасына керек болған нәрсені сатып алып ұстап, оның қымбаттағанын күтіп, басқаларға зиян беріп, одан пайда көруді ихтикар дейді. Ол нәрсе шариғатта харам саналған нәрсе. Харам нәрсе. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның хадисі бар. Кімде-кім мұсылманның үстінен мұсылманның азығына ихтикар жасайтын болса, яғни монополия жасайтын болса, Алла тағала бұл пендеге жазылмайтын алапес ауруын береді, зиянға ұшыратады. Және қарыздан құтыла алмайтын, белшесінен батқан қарыз береді дейді. Яғни құтыла алмайтын қарыз береді дейді. Пайғамбарымыздың хадисі бұл. Міне сондықтан адам бұл нәрсеге әуес болмау керек. Сол үшін Абай атамыз айтады: әуелі өнер ізделік, ең болмаса еңбекпен мал табалық дейді. Міне сондықтан адам баласы бірінші білім іздену керек, өнер үйрену керек, адал еңбекпен мал табуға тырысу керек. Бұл нәрсе пайғамбарымыздың да өмірінен алсақ, пайғамбарымыз да хадистерінде адам өз кәсібімен мал табуы адам үшін ең қымбат дүние деген.